أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biz 23-ші дәріс келдік. Яғни бірінші томның соңғы дәрісі, соңғы сабағы. Бізге диалог берген мұғалім мен Ахметтің арасында. Мұғалім айтады: "Мен әнті я ахи." Мен әнті. Дұрыс болмай қалыпты, қазір бір минут. Мен әнті. Қызылым жақсы көреді. Я ахи. Сен кімсің дейді? Әні талибун жадид. Мен жаңа студентпін. Жаңа студентпін. Ма исмука? Масмука? Сен атың кім? Исми Ахмед. Есімім Ахмед. Мен айна әнті? Сен қай жерденсің? Әна мен Пакистан. Пакистаннамын. Инди сабату дафатир. Менде 7 дәптер бар. Лиман хия. Олар кімдердікі? Яғни бұл 7 дәптер кімдікі? Хати я ұстаз дейді. Ұстаз маған беріңіз. Хазали. Бұл дәптер менікі. Вахазали Мухаммед. Ал бұл дәптер Мухаммедтікі. Вахазали Хамид. Ал бұл біреуі Хамидтікі. Вахазали Ибрахим. Ал нау бұл Ибрахимдікі. Вахазали Усман. Усмандікі біреу. Вахазали Юсуф. Вахазали Талха. Біреуі Юсуфтікі, біреуі Талханыкі дейді. Ахаза китабука я Мухаммед. Ей Мухаммед, бұл сенің кітабын бе дейді. Ла, жоқ. Хаза китабу Хамзата. Бұл Хамзаның кітабы. Айна Алиюн я ихван. Бауырлар, Али қайда? Захаба иля Рият. Ол Риятқа кетті. Рият қаласы бар, е. Айна Яқуб. Ал Яқуб қайда? Захаба иля Мәкката. Ол Меккеге қарай кетті дейді. Айна Исхақ. Исхақ қайда? Хаража иля мудир. Ол директорге қарай барды. Соған қарай шығып кетті. Мәта хаража. Ол қашан шықты? Хаража қобла хымси дақайық. 5 минут, яғни 5 минут алдын шықты дейді. Хымстен 5, мынау минут деген алдын өттіге. 5 минут алдын шықты дейді. Жақсы, енді тәмәрин жаттығуларды орындайық. Бізге келесі мысалдарға ойланып қара дейді. Мұхаммед деген мәрия. Мұхаммед деген біз кәдімгі аудармыз Мұхаммед. Мин Мұхаммедин болса, онда Мұхаммедтен. Мұхаммедтен. Иля Мұхаммед болса, Мұхаммедке. Мысалға, Мұхаммедке бардым. Мұхаммедтен алдым. Мұхаммедтен дегенде менмен қолданымыз. Ли Мұхаммед. Бұл Мұхаммедтікі. Немесе Мұхаммед үшін. Яғни хаза китаб ли Мұхаммед дейміз да. Яғни бұл кітап Мұхаммедтікі. Бұл китабы Мұхаммедин. Яғни нейді? Бұл сөз Мұхаммедтің кітабы деген. Сол секілді әйел тегінде Зайнаб деген есімді алайық. Наяқты жазылған. Мин Зайнабы. Яғни Зейнептен. Иля Зайнабы Зейнепке. Или Зайнабин Зейнептің. Китабы Зайнабин бұл Зейнептің кітабы деген. Яғни әйел тегінде осылай қолдансақ болады. Иқра ва күтіп дейді. Оқып және жазамыз. Мына жақта оқып және жазыңыздар. Хазал китабу ли Мұхаммед. Бұл кітап Мұхаммедтікі. Ва залика ли Зайнаба. Ал анау кітап Зайнабтікі. Захаба Халидун иля Ахмеда. Халид Ахмедке қарай барды дейді. Захаба аби иля Мәкката. Әкем Меккеге қарай барды. Ва захаба амми иля Джудда. Ал көкем Джиддаға қарай барды. Джидда қаласы. Ухту Марвана маридатун. Марванның қарындасы ауырып жатыр. Маридо ауырып жатыр. Айна заужу Хадиджатта. Яғни Хадиджаның күйеуі қайда? Хуа фи Лондон. Ол Лондонда. Сайярату Хамидин жадидатун. Хамидтің көлігі жаңа. Ва сайярат Ибрахима қадиматун.
Ибрахимнің көлігі ескі дейді. Бәйту Халидин кабирун. Халидтің үйі үлкен. Бәйту Усамата сағирун. Ал Усаманың үйі кішкентай. Жақсы, алдыда осында сөйлемдер бар. 15-20 сөйлем беріп, соны аударып, жазып шығыңыздар. Келесі тапсырма төмендегі сөздердің соңғы харекетін қой дейді. Мына жақта әминату болады, яғни әминату. Неге? Өйткені бұл мамну мина сарф, тәмин қойылмайды. Мин әминаты. Ли Ахмада болады. Ахмаду болады. Яқта тәмин болмайды. Усману. Мин Пакистана. Пакистану. Яғни неге бұл жерде дамма болды, мына жақта кәсіп фатха болды? Өйткені мына жақта мен келіп тұр, мына жақта ешқандай мен деген секілді ешқандай бір жалғау жоқ, тек қана өзі ғана тұр. Сол үшін бұл дамма болады. Ли Хадиджата ландану болады. Иля Багдада Истанбулу Маккату фи Макката Джуддату. Мына жақта тағы да ары қарай өздеріңіз осылайша орындап шығыңыздар. Енді 3-тен 10-ға дейін сандарды жазыңдар дейді. Және де әрбір сөйлемді санаулы ретінде жазыңдар дейді. Яғни мына жақта бізге осындай сөз берген, осыларды санап шығамыз. Мысалы, біріншісі мәсжид. Мәсжид дегеніміз бір мешіт. Екеуі болса мәсжидәни. Мәсжидәни. 3 мешіт болса сәләсәту. Сәләсәту мәсәжид болады. 4 мешіт болса арбаату мәсәжид. Дұрыс жазбаппын. Мәсәжид. 5 мешіт болса хамсату мәсәжид. 6 мешіт болатын болса ситтату мәсәжид деген секілді әрбір осылардың барлығына жазып шығамыз. Яғни өзіміздің санауымызды, арабша санауымызды дамыту мақсатында. Жақсы, осымен сабақ аяқталды. Кітабымыз да аяқталды. Алла Тағала баршаларыңызға пайдалы ілім нәсіп етсін. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin. Вассалату вассаламу аля саййидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин.